Сұмдық. Қазақстанға жаңа секта келді. Қазақстанда олар 27 шілдеде ақыр заман болады дейді. Украиндық және ресейлік діни секталар ұстаушылар біздің елімізде де пайда болыпты. Аталмыш сектаға еріп адасқандар, тілге жатып алғандар. Сөздерінде мұсылмандармен сөйлесе, Құран аяттарынан мысал келтіреді, ал христиандармен сөйлесе, Інжілден мысал келтіре шығады. Олар жуырда ақыр заман, яғни қиямет күні орын алады дейді, және де соған кәміл сенімді. Бұл жайлы танымал дінтанушы маман Замир Төлешовке 23 жастағы алматылық жігіттің ата-анасы айтып берді. Олардың айтуынша, жігіт осы сектаға кіріп кеткен. Отандық Голос народа сайты аталмыш сектаның қандай мақсаты бар, сондай-ақ ол сектаның қандай қаупі бар, осыны зерттеп көрді. Өтірік пайғамбарлар, дінтанушы, арабист, жаңа сана орталығы директорының орынбасары Замир Төлешов соңғы 2 жылда Ресей мен Украина арасындағы соғыстың аясында Қазақстанға жаңа секта кіріп, оның ізбасарлары белсенді әрекетке көшкен дейді. Көптеген қазақстандықтар бұл діни ұйымдастық жөнінде естіді. Мен еліміздегі әртүрлі жамағатпен сөйлесемін, түрік салафиттермен, тағы да басқалармен. Олар Алла тұра деген жаңа діни ағымға қызығушылық білдірді. Бірі бұл жаңа ағымның көзқарасын қызық деп санаса, енді бір айыптайды. Алла тұра деген неғылған ұйым. Интернеттегі ашық көз ақпараттарына жүгінер болсақ, бұл ұйым 2000 жылдардың ортасында Украинада құрылған, сондай-ақ Ресейде де, Европа мен ақш елдерінде де бар. Бұл ағымның идеологиясы бір құдайға сенетін діндердің негізінде құралған. Бұл иудаизм, христиан және ислам діндерінің негізі. Бұл қозғалыстың негізін украиналық Игорь Данилов қалаған. Бұған дейін ол омыртқа ауруларын емдеумен айналысқан. Игорь Данилов деген кім? Ол өзін пайғамбарым деп жариялаған адасушы, сондай-ақ адастырушы. Сектаның басты белгісі де осында. Негізін қалаған адам өзін пайғамбармын деп жариялайды. Ал бұл ағымды ұстанушылар жаһандық барлығына ортақ бір діннің пайда болуы керек деген ойда. Сол дін барлығының басын біріктіріп, келіспеушіліктерге нүкте қояды деп сенеді дейді дінтанушы маман. Ашық интернет беттерінде мынадай ақпарат жазылған. Әлемді бірыңғай рухани негізде біріктіру славян халықтарынан басталады. Болашақта болатын жамандық пен жақсылық шайқасында Ресейдің рөлі зор деп көрсетілген. Бұл ағымның жақтаулары, яғни сектаға кіргендер сырттай зайырлы, заманауи адам секілді көрінеді, бірақ көбінесе дін тақырыптарын қозғайды. Олар апокалипсис, яғни ақыр заман туралы көп айтады және сол тақырыпқа қатысты видеоларды әлеуметтік желілерде жиі шығарады. Дінтанушы маманның айтуынша, Алла ағымының мүшелерінің дайындығы өте күшті. Олардың тарататын видеоматериалдарының сапасы өте жоғары деңгейде. Әуесқой сапа емес. Олар әлеуметтік желілерде тіпті 11 сағатқа дейін созылатын тікелей эфир жүргізеді. Оның бәрін кәсіби студияларда түсіреді. Подкасттар жазады. TikTok желісінде қысқа видеоларды жиі шығарады. Аталған ұйым аз уақыттың ішінде 3,5 мыңға жоқ видеоны шығарып үлгерген. Олар интернетті, әлеуметтік желіні дамытуды, жалпы технологияның тілін жақсы меңгерген. YouTube, Facebook, Instagram секілді парақшаларындағы аудиториялары өте үлкен. Миллиондаған оқырмандары бар. Пайғамбар тақырыбының жалғасы бар. Ресей Украинаға соғыс ашқан бойда Мәскеуде өздерінің сектасы пайда болды. Өздерінің пайғамбарларын жариялап алды. Оның есімі Михаил. Бұл аталған сектаны сол жақтағылар қаржыландырады деген сөз. Алла тұра және оның жетекшісіне жасалған шабуылдарға сәйкес, мұның барлығы аталған ұйымның антагонистер сияқты әсер қалдырады. Шын мәнінде антагонизм секталардың тез өсуіне мүмкіндік береді. Бұл олардың жақтастарының санын көбірек арттырады. Мен исламдық ағымдармен болған істерге қарап баға бере аламын. Тәкфиршілер, мадхалиттер және сүририттер өздерінің сенімдерімен бір-біріне қарсы шығып, өздерін ашық түрде қарсылас етіп көрсетті. Содан кейін бұл қозғалыстардың жетекшілері Сауд Арабиясында бірге көрінді дейді дінтанушы. Секталар мен экстремистік ағымдардың өз идеологиясын басқаларға қарама-қарсы етіп құру және таңдау ретінде өздерінің жөнін құрбан ретінде көрсету әдеттегі әдеті. Міне мысалы, пайғамбар Игорь Данилов бар. Ол өз отарымен бірге үздіксіз эфирге шығып отырады. Соғыс болып жатқан елден еш қиындықсыз интернетте отырады. Мәскеуден келген Михаил оған шабуыл жасап, Игорьді антихрист деп атайды. Бұзылғандарға жанашырлық танытатындардың саны қалыптасады. Мұндай әдістер аудиторияға жақсы әсер етеді дейді белгілі дінтанушы. Ақыр заман болмаса мен олардан бас тартамын дейді. Қазір Төлешов мырза
Ата-анасы уайымдап жүрген жігітпен жұмыс жасайды. 23 жастағы жігіт университеттің түлегі, заңгер, тез өзгерді. Ол осы жылдың 27 шілдесінде болатын ақыр заман туралы айта бастады. Ол мұны Михаилдан естіген. Ал оның сектасына кіріп кеткендер оны пайғамбар, жарық шашушы нұр, Құдайдың арқаны деп атайды. Олар ақыр заманға дайындалып жатыр. Жігіттің айтуынша, Михаилдың 400-500-ге жуық ізбасарлары бар. Ол мұны мойындамағанымен, Алматыда да олардың сектасы бар дейді дінтанушы. Сабағын жақсы оқитын үздік студент, қазір заң мамандығы бойынша магистрант. Оның ата-анасы аталмыш секта әлі де ақылы толықпаған баласына қатты әсер ете ме деп қорқады. 6 ай бойы жігіт ешкіммен араласпайды. Мен одан сұрадым. Егер 27 шілдеде ақыр заман болмаса, не істейсіз дедім. Егер пайғамбарлық орындалмаса, мен олардан міндетті түрде бас тартамын. Мен көп уақыт күтпей, сыни ойлау іске қосып, соңғы уақытта уағыздарына тәуелді болып кеткен ұйымның не екенін талдауды ұсындым. Ата-анасы Ересекұлының интернетке кіруін шектеуге тырысады, бірақ ол осы ағым туралы ақпарат іздеуін жалғастыруда. Жігіттің есінен адасқаны анық. Психологқа барған, ол да көмектесе алмапты. Мен психиатрға бару ұсындым дейді дінтанушы. Тізбектің буындары. Мұндай ұйымдарды құрушылар қандай мақсатты көздейді? Мүмкін мақсаты халықтың белгілі бір бөлігінің санасын соғыс аясынан бұлдырату. Оларды Украинадағы соғысқа тартудың қажеті жоқ. Бұл ақпараттық соғыстың бір бөлігі болуы мүмкін. Соның ішінде Путинді қолдау үшін. Осы мақсатта Аляутдиновты пайдаланады. Сіз өзіңізді нағыз агрессиядан, адамдар бомбалаған, зымыран атқылаған соғыстан алшақтатып үлгірдіңіз. Сіз ақыр заман туралы, христиандар, мұсылмандар және еврейлер қалай біріккені, пайғамбарлардың бір-бірімен қалай соғысатын туралы уағыздарды тыңдайсыз және догмаларға тереңдей бастайсыз. Ақпараттық соғыстарда, содан кейін нақты соғыстарда олар осындай әдістерді қолданады деп атап өтті дінтанушы маман Төлешев. Әрі қарай қызықтырақ. Сектанттар бауырлар арасында соғыс болады деп болжанған Құран мен Інжілге жүгініп, бұл Украинадағы соғыс туралы деп өз түсіндірмелерін жасайды дейді дінтанушы. Мен орыс сектасының қазіргі жағдайды құру үшін қолданылған альтараттың қанат екенін жоққа шығармаймын. Мүмкін бұл ұйымдарды сол адамдар басқаратын шығар. Қауіптілігі сол, мүмкін бұл соғысты басқа жаққа бұру үшін қолданылатын саяси технологиялар болуы мүмкін. Араб көктемі басталған кезде Сирияға қатысты жағдай осылай болған еді. Сондықтан барлық мүдделі тараптар бұл тақырыпты жан-жақты зерттеп, шара қолдану қажет дейді дінтанушы маман. Құрметті көрермендер, айтылған деректерге қатысты қандай пікір білдіресіздер? Жалпы қазіргі уақытта ақпараттық соғыстың жүріп жатқаны ешкімге де құпия емес, сондықтан да олардың алда барбауына түспей, сектаға кіріп кетуден сақ болыңыздар. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.